Өзіңізді бірінші орынға қоюдан қорықпаңыз. Өзіңізді мақтаудан қорықпаңыз. Өзіңізді жақсы көруден қорықпаңыз. Мен басында да болған осы жағдай. Мен бұрында өзіңді жақсы көру, өзіңді мақтау, өзіңді елден кішкене жоғары санау өте астамшылыққа жатады. Ол күнә деп есептейтінмін да. Қателескен екенмін. Ол ешқандай да күнә емес. Өзіңді бірінші орынға қою, өзіңді жақсы көру, өзіңнің қалаған затыңды жасау, өзің қалаған іспен айналысу, өзіңді мақтан тұту, өзіңді мақтау, ол ешқандай күнә да емес, айып та емес, кінә да емес та. Сол кезде қана сіздің қалауыңызбен өмір сүруіңіз басталады. Біреудің айтқанымен емес, шектеуімен емес, біреудің сені тық қойған рамкасымен емес. Саған мынау болады, саған мынау болмайды, сен мынаған лайықсың, мынауға сен лайықсызсың деп айтатын адамдар да азаяды. Өзіңізге айналаңызды бірінші өзіңіз таңдаған кезде, бірінші орынға өзіңіз қойған кезде, өзіңнің қалауыңды жасаған кезде. Ел не айтады, мен туралы не ойлап қалады, мен түсінбей қалама, мен қабылдамай қалама деп елге ұнау үшін, елге жағу үшін өмір сүрмеңіз. Қазір мені айтып таспен ататын, сөгетін адамдар көп болатын шығар, мейлі, маған бәрібір. Бірақ бір адамға осы видеоның пайдасы тиетін шығар деген оймен айтқым келеді, бөліскім келеді сіздермен. Бірінші орынға өзіңізді қойыңыз, өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңіздің қалауын жасаңыз. Сол кезде ешқашанда қателеспейсіз. Ең бастысы, сізде өкініш болмайды. Мына күн, бүгінгі күн қайталанбайды. Өтіп кетті уже жартысы күннің. Кешегі күн, ол да өтіп кетті. Өткеннің еншісінде алдыңызда келе жатқан күн сізге не алып келетінін, қалай өмір сүретініңіз ол беймәлім. Ол күн келе ма, келмей ма, бір Аллаға мәлім. Сол үшін дәл осы жерде, осы кезде, осы моментте бақытты болып, өзіңіздің қалауыңызды өзіңізге беріп, өзіңізге сатқындық жасамай, өзіңізді мыңыншы орынға қоймай, бірінші орынға қойып өмір сүріңіз. Бақытты болуды таңдаңыз. Ертең бақытты боламын, кредитім жабылған кезде бақытты боламын, анау бір жерде бутикте көріп кеткен көйлегімді алған кезде мен бақытты боламын деп өмір сүру қате. Дәл осы жерде, осы моментте өзіңізді бірінші орын қойып, мақтап, жақсы көріп, өзіңізді қабылдап, өзіңіздің ішкі жан дүниеңіз нені қалайды, соны беріп өзіңізге бақытпен өмір сүріңіз. Сау болыңыздар.